Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Айша бибі орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Сейітжанова Раушан Бақытқызы. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлы даланың сәулет өнері. Сабағымыздың мақсаты бұқаралық ақпарат құралдары, энциклопедиялық, ғылыми көпшілік, ғылыми еңбектерден деректерді ала білу, сілтеме жасау жолдарын білу. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды іріктей отырып түртіп жазу, конспектілеу. Сабағымыздың критерийі: ұлы даланың сәулет өнері туралы айтады, энциклопедиялық, ғылыми көпшілік еңбектерді, деректерді тиімді пайдаланады, тыныс белгілерін дұрыс қолданады. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап беріңдер. Ежелгі сақтардың сәулет өнері туралы не білесің? Геродот кім? Оның сақтар туралы айтқан пікірлерін білесің бе? Қазақстан жеріндегі тарихи сәулет жәдігерлері ретінде қандай нысандарды айтар едіңдер? Сұрақтарға жауап беріп болсақ, екінші тапсырмаға назар аударамыз. Суреттерге қарап, олардың ежелгі сақтар мәдениетіне қандай қатысы бар? Осы заттар туралы дерек көздерден ақпарат жинаңдар. Заттардың атауын, қай ғасырға жататын анықтап жазыңдар. Оқылым тапсырмасы: ұлы даланың сәулет өнері туралы мәтінді мұқият түсініп оқимыз. Түсініп оқып болған соң, және мына сұрақтарға жауап береміз. Адамзат тарихында ежелгі Қазақстан мәдениеті мен өркениетінің қандай маңызы бар? Екінші сұрағымыз: ұлы дала қандай құрлықтардың басын қосты? Балалар, осы тапсырманың бәрін аяқтап болсақ, кері байланыс жүргіземіз. Ойды аяқта әдісі арқылы бүгін мен не білдім, қандай қиындық туындады, мен не үйрендім, қолымнан келді деген сұрақтарға жауап береміз. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет.